Абай аймақ медианың шығармашылық тобының бақылауы Семей қаласының номері 1 мектебінде орналасқан номері 264 сайлау учаскесінде жалғасты. Учаске хатшысының айтуынша, барлық тұрғындарға сайлауға шақырту хаттары таратылған. 264-й избирательный участок, находящийся на базе первой школы имени Чернышевского, полностью готов к выборам. Об этом нам сказала председатель комиссии Пешкова Виктория. Подготовка к выборам президента Республики Казахстан идет полным ходом. Участок у нас уже готов. Количество избирателей на участке 2135. Впервые голосующих 25. Сонымен қатар номері 264 сайлау учаскесі төрайымының айтуынша 20 адам үйден дауыс беруге өтініш жазған. Избирателей на дому голосуют 20 избирателей. Мы уже подготовились. Все, настрой боевой на проведение выборов.